жүйелі түрде тазартылған олигархтарды құтқару, сапаны дамыту экономикасы арқылы шығу терезесі. Бірінші, тарихи кезең. Элиталар экономикалық нөлдік объект ретінде. Заманауи жаһандық экономика жүйелі қайта пішімдеу кезеңіне өтті. Қарыздық және қаржылық міндеттемелерді жинақтауға негізделген сандық өсудің экспоненциалды моделі өзінің тұрақтылық ресурстарын тауысты. Қарыз қисығы вертикалды режимге енетін жағдайларда жүйенің логикасы мерзімді қалпына келтіруді талап етеді. Тасымалдаушыларды әсіресе артық міндеттемелер мен ақшаны күрт нөлге келтіреді. Бұл теңгерімсіздіктердің тасымалдаушылары тек мемлекеттер мен корпорациялар ғана емес, ең алдымен шоғырланған жеке капитал олигархтар деп аталынатындар. Олар бүгінде жаһандық қаржылық түзетудің басты нысанасына айналуда. Жеке активтерді ондаған миллиард долларды бұғаттау және мұздату, өсіп келе жатқан санкциялар тізімі, қылмыстық қысым және тәркілеу механизмдері, мұның барлығы жеке оқиғалар емес, қаржылық ақпарат тасымалдаушылардың жоғары қабатын жүйелі тазарту элементтері. Бұл ретте жүйеде моральдық күмән тудырмайды. Жүктемені қайта бөлу миллиондаған шағын экономикалық субъектілердің арасында қайта бөлуден гөрі миллиардтаған қарыздар мен міндеттемелердің бір көтерушісін жою әлдеқайда оңай. Көпшілік ғасырлар бойы тап болған жағдайға соңғы 10 жылдықтарда алғаш рет элиталар түсті. Екінші, элиталардың парадоксы. Ең максималды байлық сәтіндегі ең осал жері. Олигархтарға алтын миллиардтың бөлігі болатынын, олардың жүйеге адалдығы өмір бойы қол тимес қормен қамтамасыз ететініне сендірді. Дегенмен, жаһандық қаржылық басқарудың архитектурасы ұзақ мерзімді артықшылықтарды қабылдамайды. Ол артық капиталды тасымалдаушылардың циклді түрде жойылуын болжайды. Қарапайым адамдар ондаған жылдар бойы созылмалы тұрақсыздық жағдайында өмір сүрсе, элита активтерін жинап, күрделі меншік құрылымдарын құрды және стратегиялық осалсыздық сезіміне үйренді. Дәл осы сәтті олар үшін психологиялық және экзистенциалды түрде ең ауыр ететін нәрсе. Биіктен құлау әрқашан жойқынырақ. Шынында ірі капитал иелерінің алдында бүгінгі күні өздерінің бұрынғы жағдайын сақтау мәселесі емес, әлемнің жаңа архитектурасында экономикалық субъектілері ретінде өмір сүру мәселесі тұр. Үшінші, қашу қателігі. Неге классикалық стратегиялар енді жұмыс істемейді? Капиталды қорғаудың дәстүрлі механизмдері, офшорлық компаниялар, юрисдикциялық маневрлер, күрделі траст және мүлікті қайта бөлу қауіпсіздік баспана болуын тоқтатты. Жаһандық қаржылық үйлестіру жасырынбақтың кез келген түрін тек активтерді түпкілікті жоғалтуға дейін уақытша ғана қайтарады. Қаражатты таныс валюталық аймақтарға аудару, турбулентті күту немесе саяси жағдайдың өзгеруін күте отырып, капиталды тоқтату әрекеттері стратегиялық қателікке айналуда. Мұздатылған капитал бұл капитал жою процесінде тұрған, бірақ орындау мерзімі кейінге қалдырылған капитал. Төртінші, жалғыз тұрақты шешім қорғаныс емес, трансформация. Қайта жүктеу дәуірінде экономикалық субъектіні сақтап қалудың жалғыз жолы бұл процеске қарсы тұру емес, оны тоқтату және қайта бағыттау. Дәл осы жерде сапаны дамытудың халықаралық жүйесі искір тұжырымдамасымен қалыптасатын мүмкіндіктер терезесі пайда болады. Бұл терезенің мәні мынада. Олигархтар өз активтерінің едәуір бөлігін объективті түрде жоғалтады.
Мәселе олардың жоғалып кететінінде емес, нақты қалай және қандай түпкілікті мәртебемен жүйенің жойылған объектілері ретінде немесе жаңа экономиканың өзгерген қатысушылары ретінде. 5. Искір арқылы құтқару механизмі. Искір капиталды шығаруды немесе санкцияларды айналып өтуді ұсынбайды. Керісінше, осал активтерді шын мәнінде дамып келе жатқан экономикаға ерікті түрлендіруді ұсынады. Бұл жүйе механизмдері арқылы жүзеге асырылады. Мысалы, искір операторынан Dreamix.net талап ету құқықтарын сатып алу, елдердің үкіметтері қолданатын бұғатталған қаражаттар бойынша талаптарға, санкциялар, өтемақылар, резиденттік ел алдындағы міндеттемелер және басқа да шаралар аналогия бойынша жұмыс істейді. Міндетті схемалардан айырмашылығы, бұл механизмге қатысу ерікті болып табылады, сондықтан ешқандай талаптар болуы мүмкін емес. Шын мәнінде бұл тәжірибе әлемдегі барлық заманауи саяси күштер қолданылатын қақтығыс механизмдерін қайталайды. Бірақ біздің жағдайда ол ерікті және бақыланатын ынтымақтастық форматында нақты ережелермен және қатысушылардың мүдделерін ашық қорғаумен жүзеге асырылады. 6. Капиталды түрлендірудің негізгі принциптері. Бұл тәсіл қатысушыларға потенциалды жоғалған активтерді өндірістік және әлеуметтік құнды құрайтын нақты экономикалық құралдарға айналдыруға, капиталды бақылауды ұстап тұруға және активтерді толық жоғалту тәуекелін азайтуға мүмкіндік береді. 6.1. Шығындардың болмай қоймайтындығын мойындау. Кез келген сценарийде кейбір капитал жоғалады. Бұл талқылау тақырыбы емес, объективті шындық. 6.2. Нақты тауарлар мен технологиялар экономикасына осал қаражатты аудару. Өлі шоттар мен заңды түрде бұғатталған активтердің орнына біз жаңа өндірістік тізбектерді, технологиялық жобаларды, тауар массасын және инфрақұрылымды жасаймыз. 6.3. Жеңілдететін мән-жайларды қалыптастыру. Сапаны дамыту экономикасына ресурстардың қомақты бөлігін ерікті түрде қайтару капитал субъектілерін жоюға емес, тұрақтандыруға қатысушылар ретінде құқықтық және саяси оңалтуға негіз болады. 6.4. Жаңа өнім базасын құру. Экономикаға нақты өндірісті енгізу инфляциялық қысымды төмендетеді, жұмысбастылықты тұрақтандырады, тұрақты ақша массасын жасайды. 6.5. Интеграция валюта арқылы емес, экономика арқылы. Әңгіме қаражаттың бір бөлігін шетелдік валюталық аймақтарға аудару туралы емес, капитал алып сатарлық көрсеткіш ретінде емес, нақты өндірістік қуат ретінде болатын экономикалық даму негізін қалыптастыру туралы. 7. Стратегиялық әсер. Ірі капитал иелері үшін искірге қатысу мынаны білдіреді. Тазарту объектісі категориясынан тұрақтандырушы субъектілер санатына көшу. Белгілі бір процесте, белгілі бір жағдайларда елеулі роль атқаратын маңызды субъект. Жаңа архитектурада ұзақ мерзімді экономикалық статусты қалыптастыру. Капиталды тәркілеу және толық жою тәуекелін төмендету. Басқарушылық және кәсіпкерлік егемендікті сақтау. Қоғам үшін бұл мынаны білдіреді. Тұрақты экономиканың негізі ретінде нақты өндірістің өсуі, технологиялық және тауарлық базаны кеңейту есебінен инфляциялық қысымды жүйелі түрде төмендету, өтпелі кезеңде жұмыс орындарын құру, кейіннен халықтың едәуір бөлігінің бәсекелестігін материалдық сферасынан дамудың рухани және интеллектуалдық саласына ауысуы, искір қолдауымен алмасу үшін ішкі ақпарат тасымалдаушыларға негізделген шартсыз базалық кіріс ББД жүйесін қалыптастыру. Бұл ұзақ мерзімді перспективада ақша қаржылық модельдің
өзін теңестіруге әкеледі және соның салдарынан өркениеттің қарыздың қысылуының созылмалы дағдарыс спиралінен шығуы. 8. Қорытынды. Стратегиялық таңдау сәті. Тарих бейтарап ұстанымдарды қалдырмайды. Жаһандық жүйенің қайта іске қосылуы дәуірінде ірі капиталдың екі жолы ғана қалды. Немесе жүйеден есептен шығарылады, немесе оның бірлескен құрушысы ретінде жаңа экономикаға кіру. Искір құтқарылу елесін емес, жүйелі тазартудан шығудың жалғыз нақты дәлізін капиталды сапаны дамыту экономикасының негізіне айналдыру арқылы ұсынады. 9. Жүйелі түрде тазартылған элиталар үшін искірге кірудің кезеңдік жоспары. 9.1 қадам. Жаңа шындықты тану, ішкі шешім. Не болып жатыр? Біз санкциялар мен тосқауылдарды уақытша турбуленттілік ретінде қарауды тоқтатасыз. Сіз ескі капитал үлгісінің көп бөлігі қалпына келтірілмейтінін қабылдайсыз. Не үшін? Сіз отыруға үміттенгеніңізбен сіз тазартуға арналған нысана күйіндесіз. Шешім осы күйден шығу. Жеке әсер. Сіз уақытты ысырап етуді тоқтатасыз. Ағымдағы кезеңдегі ең құнды актив. 9.2 қадам. Шығындарды есепке алу және осал активтерді анықтау. Не істеу керек? Активтер тізімін жасау. Бұғатталған, санкцияланған, саяси уланған, жоғары тәуекелді. Не үшін? Бұл жүйенің тартуға кепілдік беретін ресурстары. Бұл тек уақыт, форма және шарттар мәселесі. Жеке әсер. Сіз оларды пассивті жоғалтулардан трансформация құралына айналдырасыз. 9.3 қадам. Өз еркімен ішінара тапсыру, бірақ өз шарттарыңыз бойынша. Не істеу керек? Искір алгоритмдері негізінде даму жобалары арқылы осал қаражатты нақты экономикаға ішінара қайтару туралы шешім қабылдау. Өндіріс, инфрақұрылым, технологиялар, жаңа сауда базасы. Не үшін? Жүйе бұзылуға тура келетіндерге қарағанда шешімдерді өздері ұсынатындармен жақсы келіссөздер жүргізеді. Жеке әсер. Сіздің активтеріңіздің айналасында жұмсартылған құқықтық және саяси негіз қалыптасады. 9.4 қадам. Капиталдың ақшадан экономикаға ауысуы. Не істеу керек? Ақшаны тікелей қайтармау. Оларды искір арқылы мына мекенжайға жіберу. Жабдықтар, технологиялық желілер, өндірістік жобалар, инфрақұрылымдық тізбектер. Не үшін? Ақша оңай бұғатталады. Тауарлар, технологиялар және өндіріс жоқтың қасы. Жеке әсер. Сіз өзіңіздің капиталыңызды оңай алып кетуге болмайтын формада бақылауды сақтайсыз. 9.6 қадам. Жаңа тауар массасын құру. Не істеу керек? Өнімдер мен қызметтерді өндіру тізбектерін іске қосу. Не үшін? Тауар бұл ықпал ету. Тауар бұл келіссөз позициясы. Тауар инфляцияның төмендеуі және нарықты тұрақтандыру болып табылады. Жеке әсер. Сіз мәселенің көзі емес, тұрақтандырудың актеріне айналасыз. 9.6 қадам. Жаңа қоғамдық келісім шарттың қалыптасуы. Не істеу керек? Ашық белгілеу, тұрақтандыруға қатысу, жұмыс орындарын құру, экономиканың дамуына үлес қосу. Не үшін? Бұл бедел мен саяси қорғаудың қалқанын жасайды. Жеке әсер. Сіз тазаланған олигарх болуды доғарып, жаңа дәуірдің басты экономикалық субъектісіне айналасыз. 9.7 қадам.
жаңа архитектурада позицияны нығайту. Не болып жатыр? Сіз жүйені қайта жүктеудің пассивті құрбаны болуды тоқтатасыз және жаңа рөлге ауысасыз. Белсенді қатысушы және Искр экономикалық және зияткерлік конфигурациясының бірлескен құрушысы. Бұл жүйеде сіздің идеяларыңыз, жобаларыңыз және ықпалыңыз шынымен ойын ережелерін қалыптастырады және табыс тек ақшамен ғана емес, шешімдердің сапасымен, әлеуметтік әсермен және инновациялық құндылықпен өлшенеді. Сіз жобаның тиімділігі, стратегиялық ойды және қоғамға қосқан үлесі табыстың негізгі өлшемдері болып табылатын құны жоқ бағаға негізделмеген бәсекеге қатысасыз. Бұл жүйеде көшбасшылардың бірі болуға, ықпалды көрсетуге және капиталды жай ғана қаржылық активтер арқылы емес, инновациялар, білім және әлеуметтік нәтижелер арқылы басқару, жаңа экономикада ұзақ мерзімді мәртебе құрудың бірегей мүмкіндігін ашады. Сізге әсері: сіз сыртқы қысымның объектісі болуды тоқтатып, экономикалық және әлеуметтік ортаның дамуын қалыптастыратын стратегиялық субъектіге айналасыз. Сіздің ықпалыңыз бен жетістіктеріңіз шынымен бағаланды және қорғалады, ал табыс тұрақты, әрекет ететін көрсеткіштермен және дәстүрлі қаржылық критерийлерге сілтеме жасамай, көшбасшылық пен стратегиялық құндылықты көрсететін ақшалай емес өлшем жүйесімен өлшенеді. Қорытынды: жүйелі түрде тазартылған элиталар үшін соңғы нәтиже: басқару жоғалмайды, қайта түрленеді, капитал жойылмайды, қайта форматталады, мәртебе төмендемейді, бірақ өзгереді, тәркілеу және қалпына келтіру қаупі экспоненциалды түрде төмендейді. 10-шы қадам: өзін-өзі басқару. Нысанын ескере отырып, Искр жүйесіне тіркелу. Кез келген дәстүрлі қозғалыс немесе қауымдастық шешім қабылдайтын және қорқытуға, келіссөздер жүргізуге немесе күшпен қорқытып ауыстыруға болатын бір тұлғасы бар басқару вертикалі үлгісіне құрылған. Бұл құрылым қатысушыларды осал етеді және олардың бақылауын алып тастайды. Искр жүйесі түбегейлі ерекшеленеді. Ол алқалық пен бір адамның басқару арасында бірлік пен күрестің тепе-теңдігіне құрылған. Жүйенің жетекші операторы, менеджері қатысушыларға жеке әрекеттерді жүктемей, ұсыныстар беріп, ең алдымен кеңесші ретінде әрекет етеді. Тұрақтылық пен жаһандық қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін 10 елде біркелкі бөлінген 10 бас фирмалардан тұратын холдинг құрылымы құрылуда. Искр жүйесінің әрбір қатысушысы бастапқыда жұмыс істеп тұрған бір бас фирманың өкілі мәртебесін алады. Ал кейіннен жоспарланатын тағы 9 бас фирманың өкілі болады. Олардың барлығының иелері біріншісі сияқты бірдей. Осы бас фирмалармен байланысы бірлескен кәсіпорындардың басшылары холдинг құрылымының барлық тармақтарында өкілеттіктерге ие. Олар сәйкес бірлескен кәсіпорындардың 10 мөрі бар. Бұл максималды тұрақтылықты, толық бақылауды және бүкіл жүйенің стратегиялық тәуелсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл бірнеше стратегиялық артықшылықтарды тудырады. Бизнесті жүргізу үшін барынша қолайлы жағдайларды қамтамасыз ететін өз юрисдикциялары арқылы жүйенің жұмыс істеуі үшін ел арасындағы бәсекелестік, басқарудың тұрақтылығы мен үздіксіздігіне кепіл беретін барлық 10 бас фирманың меншік бірлігі, сыртқы қысымнан және жеке юрисдикциялар арқылы жүйені ұстап алу әрекеттерінен қорғаудың бекітілген механизмі. Искр жоғары үйлестіру кеңесі толық жасақталғаннан кейін
жүйе операторын уәде немесе жеке қалаулар бойынша емес объективті шығынсыз бағалау көрсеткіштері бойынша таңдай алады. Бұл бүкіл жүйенің ашықтығын және ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Осылай жүйе оператордың ағымдағы басшысы мен жеке келіссөздер жүргізу мағынасыз кіру және қатысу алгоритмдері Dreamix.net тіркеуші жүйесі арқылы барлығына ашық. Оператор менеджері жеке қатысушыға емес искір жалпы алгоритмдеріне ғана әсер етеді. Жеке шарттар бойынша келіссөздер жүргізу немесе жалпы алгоритмдерге кедергі жасау әрекеті бүкіл жүйенің жұмысына әсер етуі мүмкін. Әсіресе елдер арасындағы қазіргі саяси текетірес жағдайында искір жүйесінің дамуына әсер етудің басты мүмкіндігі бар. Жаһандық экономикалық және зияткерлік желіге қосылғысы келетін жаңа қатысушылар үшін ашық. Искір жүйесі операторының жетекшісі Александр Шмидт, 11 қаңтар 26 жыл. Аударған Аканова Балблек Кажиевна, регистратор, координатор, Қостанай қаласы.